Асық ойыны қазақ халқының дәстүрлі ұлттық ойыны. Ұсақ малдың асықты жілігінен алынған жұмыр сүйек асықтай ойналады. Ергенде түскеніне қарай асық, алшы, тәйкі, бүк, шік деп, ал атуға арналған арнайы қорғасын құйылып жасаған сақа. Оң қолмен атуға ыңғайлысы оңқа асық деп аталады. Асық ойындарының мынандай түрлері бар: құмар, тәйкі, омпы, алшы, хан, қақпақыл және тағы басқалары. Саламатсыңдар ма? Өте қызықты ойын ойнағалы жатырмыз. Бұл асық ату ойыны. Ойнап көрдіңдер ме асықты? Атып көрдіңдер ме? Жарайсыздар. Ал енді мен сендерге ең алдымен бір жұмбақ жасырғым келіп тұр. Тыңдаймыз кәнекей. Ата-баба ойнаған, мұра етіп қалдырған алшы, тәйкі, шүк пен бүк жабдықтарды аталған. Қалай аталған? Бұл қандай? Асық, дұрыс айтасыңдар. Асық, балалар. Енді қазір ортада шеңбер сызылып тұр. Қазір мен сендерге асық берейін. Осы асықтармен асық атып ойнайды, кәнекей балалар. Ала ғой жасаған ғой. Ала. Тәңірден қазақпын, Атырау мен Алатауда. Қараңдар, ортада шеңбер арнайы сызылып тұр. Ортада сызық тұр. Сызыққа қазір әрқайсымыз асықтарымызды кешкен тіреміз. Сақамызды алып қаламыз бірақ. Тобылғы сапқам шалған, толғай ән салған, үйді жылан енседі, ақтамызып қарсы алғам. Ұлы орта кіші жүз, ұл орданың күшіміз, көк байрақпен. Ең алдыменен кім бірінші ойынды бастайтын шешіп алайық. Сақамызды кәнекей шертіп жерге лақтамыз, кімдікі алшық сен сол бастайды. Тамырым терең тас тескен, болашақтың қамы үшін басым тігіп бәстескен. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген, қасарысқан қашауды қанжығама өңгерген.